құрметті алматылықтар және қала қонақтары. Алматы қаласында есірткі қылмыстарымен күрес полиция қызметінің негізгі бағыттарының бірі болып табылады. Бұл жұмыс мемлекет басшысы жариялаған заң және тәртіп қағидатын жүзеге асыру мен профилактика жылын өткізу аясында жүргізілуде. Біздің басты мақсатымыз азаматтардың, әсіресе жас ұрпақтың денсаулығы мен қауіпсіздігін сақтау, қоғамды есірткі қатерінен қорғау. Ағымдағы жылдың 9 айында Алматы қаласы полициясының бөлімшелері 500-ден астам есірткі қылмысын анықтады. Заңсыз айналымнан 525 келіден астам есірткі заты, оның ішінде 52 келі синтетикалық және 3 тоннадан астам БК4 прекурсоры тәркіленді. Қылмыстық жолмен табылған 255 миллион теңгеден астам ақшалай қаражат пен мүлік мемлекет кірісіне заңдастырылды. Сонымен қатар, 2 есірткі зертханасының қызметі тоқтатылып, есірткі саудасы мен таратумен айналысқан 3 қылмыстық топтың іс-әрекеті жойылды. Полиция қызметкерлері қазіргі заманғы цифрлық технологияларды белсенді түрде қолдануда. Ұлттық банк және ақпарат министрлігімен өзара іс-қимыл нәтижесінде биыл 1,5 мыңға жуық банк картасы, 5 мыңнан астам шетелдік банк карталары және есірткінің заңсыз айналымына қатысы бар 312 криптомиян анықталып, бұғатталды. 68 миллион теңге сомасындағы күдікті банк операцияларының қызметі тоқтатылды. Сонымен қатар, есірткіні таратуға пайдаланған 2200 интернет ресурс, оның ішінде 27 телеграм арна бұғатталды. Бөлек назар профилактикалық жұмыстарға аударылған. Білім беру ұйымдары, жастар бірлестіктері және жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп, 700-ден астам кездесу, науқан және түсіндіру іс-шаралары өткізілді. Қала көшелерінде есірткі жарнамасы бар. Граффитилер күн сайын боялып, әлеуметтік бейнероликтер таратылуда. Жедел желі мен анонимді чаттар тұрақты түрде жұмыс істейді. Дегенмен, атап өтетін жайт, нашақорлықпен күрес тек полицияның ғана емес, бүкіл қоғамның ортақ міндеті. Ата-аналар мен педагогтардан бастап, бақ өкілдері мен бизнеске дейін жалпы барлығын ортақ жауапкершілігі. Белсенді азаматтық ұстаныммен ғана біз есірткі қаупіне қарсы тиімді тосқауыл құра аламыз. Біздің ортақ мақсатымыз есірткісіз Алматы, тәуелділіктен азат қоғам және заң мен тәртіп үстемдік еткен мемлекет. Полиция бұл бағыттағы жүйелі және дәйекті жұмысын жалғастырып, негізгі басымдықты жазалауға емес, профилактика мен ескертуге береді.